2019 жылдың қыркүйек айында Қазақстан Республикасының үкіметі маңызды қаулы қабылдады. Бұл құжатта еліміздің мерекелік күндер тізбесіне жаңа дата, нан күні енгізілді. Осылайша жыл сайын 19 қазан күні Қазақстанда ресми түрде нан күні атап өтілетін болды. Бұл шешім Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бастамасымен жүзеге асып, министрліктің ресми баспасөз қызметі арқылы бұқаралық ақпарат құралдарына жария етілді. Нан күні еліміздің ауыл шаруашылығы мен азық-түлік өндірісіне қатысты маңызын айқындайтын ерекше күн. Бұл бастама еңбек адамын қолдауға, нанның құндылығын дәріптеуге, ұрпаққа тағылым беруге бағытталған. Қазақстан астық өндіруде әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің бірі болғандықтан, мұндай мерекенің ресми түрде енгізілуі заңды әрі уақыт талабына сай шешім. Бұл күнді белгілеу тек бір саланың емес, бүкіл қоғамның еңбекқорлық, тоқшылық, ұлттық құндылықтар төңірегінде топтасуына жол ашады. Мерекенің идеясы халықты еңбекке баулу, ас атасы нанның қадірін терең сезіндіру. Нан тек тағам емес, ол қасиет пен берекенің символы. Қазақ халқы үшін нан әрдайым киелі, қадірлі ас ретінде қарастырылған. Ұрпақтан ұрпаққа берілетін тәрбие түрінде ата-аналар балаларын нанды баспа, нанды жерге тастама, нанның қиқымын жина деп тәрбиелеген. Бұл халқымыздың рухани мәдениетінің көрінісі. Нансыз өмір жоқ деп бекер айтылмаған. Қай дәстүрлі дастарханды алып қарасаңыз да, нансыз, бауырсақсыз болмайды. Нан қонақжайлылық пен молшылықтың белгісі. Қазақта нан бермегенге жан берме деген сөз бар. Бұл нанның рухани, адамгершілік, ұлттық санада алатын орнын білдіреді. Нан халықты, ұлтты біріктіретін күш. Түрлі ұлттар мен этностардың тағамында нанның түрлері әртүрлі болғанымен мағынасы бір. Ол тыныштықтың, бірліктің, тоқшылықтың белгісі. Осы тұрғыда алғанда нан күні рухани бірлікке бастайтын мереке. Нан күнінің Қазақстанда ресми бекітілуінің тағы бір маңызды себебі еліміздің астық саласындағы жетістіктері. Қазақстан бидай өндіру мен экспорттауда әлемдегі жетекші елдердің бірі. Жыл сайын елімізде орта есеппен 15-20 миллион тонна астық жиналады. Оның үлкен бөлігі шетелге жөнелтіледі. Бүкіл әлемде дәл осы күні түрлі көрмелер, аспаздық байқаулар, нан шеберлігінің шоу көрсетілімдері, қайырымдылық акциялары, балаларға арналған танымдық сабақтар ұйымдастырылады. Халыққа нанның тарихы, оның дайындалу жолдары, диқанның еңбегі, наубайшылардың шеберлігі жайлы ақпарат беріледі. Қазақстан бұл жаһандық бастамаға ресми түрде қосылу арқылы өзінің астық державасы ретінде рөлін айқындай түсті. Бүгінде елімізде де осы күнге орай жыл сайын түрлі іс-шаралар өткізілуде. Бұл еліміздің халықаралық мәдени және экономикалық процестерге белсенді қатысуының бір көрінісі. Нан күнін мерекелеу барысында ауданның нан өнімдері қойылған көрме жәрмеңкесі өтті. Жарқайың тұрғындары ыстық бауырсақ пен басқа да пісірілген тағамдардан дәм татуға мүмкіндік алды. Сонымен қатар мерекелік концерт өтті. В школе имени Крупской прошло большое мероприятие, посвященное Дню хлеба. Бүгін Надежда Крупская атындағы мектепте нан күніне арналған үлкен іс-шара өтті. Біздің Жарқайың ауданы дәнді дақылдарды жинауды аяқтады және бүгін бұл мереке нанға арналған. Әр адамның дастарханында әрқашан болатын нан. Мектеп әкімшілігі барлық оқушыларды белсене қатысып, нан тоқаш өнімдерін көп дайындады. Жәрмеңке өте жақсы өтті, балаларға ұнады. Барлығы көңілді, қанағаттандырарлық. Нан бәрінің бастауы. Бұл біздің әр шаңырақтағы ең басты атрибутымыз. Все веселые, довольные, хлеб всему голова. Наубайшылар таң алдында тұрып, халық ұйықтап жатқанда жұмысқа кірісетін жандар. Олардың еңбегі күнделікті көрінбейтін, бірақ аса маңызды жұмыс. Нан күні осы еңбек адамдарын елеп ескерудің, олардың мәртебесін көтерудің тамаша мүмкіндігі. Нан күніне орай еліміздің әр түпкірінде жыл сайын мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылып келеді. Бұл күн тек еске алу күні емес, оның нақты қоғамдық, мәдени, тәрбиелік шаралармен толыққан мазмұнды мереке. Мектептер мен колледждерде нан қайдан келеді деген тақырыпта
ашық сабақтар өтеді. Балаларға диқан еңбегі туралы бейнероликтер көрсетіледі. Наубайханаларға экскурсиялар ұйымдастырылады. Қолөнер көрмелерінде нанды түрлі тәсілмен бейнелейтін бұйымдар қойылады. Бір түйір нанның дастарханға келуі оңай іс емес. Оның артында маңдай терін төккен мыңдаған адамның қажырлы еңбегі жатыр. Көктемгі жаңбыр мен күзгі күннің астында жүретін диқаннан бастап, диірменде ұн тартатын жұмысшылар, наубайханада таңмен таласа оянатын наубайшылар мен нан пісірушілер бәрі осы бір қарапайым көрінетін, бірақ аса маңызды тағамның өмірге келуіне үлес қосып отыр. Хош иісті беті қызарып піскен қытырлақ нанды қолыңызға ұстағанда, оның артында топырақпен тілдескен диқанның, түн ұйқысын төрт бөлген наубайшының, аспаздық өнерге адал мамандардың бейнесі елестейді. Бұл жай ғана тағам емес, берекенің, адалдықтың, еңбектің жемісі. Қазақ халқында ас атасы нан деген нақыл сөз бар. Бұл нанның тек ас мәзіріндегі емес, рухани өміріміздегі орнын көрсететін терең пайым. Нанды қадірлеу, еңбекті қадірлеу, өмірді қадірлеу. Нан халқымыз үшін ерекше құрметке ие. Қазақта нан жерге түссе, оның әр түйірін теріп алып, маңдайына тигізетін дәстүр бар. Бұл нанға деген сүйіспеншілік пен киелі қарым-қатынастың белгісі. Халқымыз соғыс пен аштық жылдарында нанның қадірін терең сезінді. Сол себепті болар, үлкендеріміз нанды сырап етпе, нанды аяқ асты қылма деп әрдайым ескертіп отырады. Бүгінгі нан күні жас ұрпаққа тағамның қадірін, еңбектің маңызын, шүкірлік пен ризашылықтың мәнін үйрететін тәрбиелік мәні зор күн. Бұл мереке барша қоғамды еңбек адамын құрметтеуге, азық-түлік өндірушілердің мәртебесін арттыруға шақырады. Нан бірлік пен ынтымақтың данышаны. Бір табақ нанды бөлісіп жеген жұрт бір-біріне жақын, туысқан. Сондықтан нан күні тек тағам туралы мереке емес, ұлттық болмысты, рухани мұраны ұлықтайтын маңызды күн. Нан біздің өткеніміздің айнасы, бүгініміздің берекесі, ертеңіміздің үміті. Бүгінгі мереке сол үмітті ақтауға бағытталған нақты қадам. Ендеше нан күнінде әр бөлке нанға басқа көзбен қарауға тырысайық. Ол құр тағам емес, тағдырдың, халықтың, елдің белгісі. Берекелі болсын әр үйдің дастарханы. Қасиетті нанның қадіріне жете білейік.